Баршаңызға сәлем. Бүгін біз овсяный печенье дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Құрамы өте пайдалы овсянка печеньемізді дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен бізге 2 жұмыртқа, қант, тұз, 1 чайная ложка және де ванилин қажет болады. Мінекей барлығын салып алдым, енді жақсылап араластыратын боламын. Араластырып алғаннан кейін сұйық майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Және де крахмал, кукурузный крахмал қосамыз. Жақсылап араластырып алдым крахмалымды да. Енді 1 чайная ложка разрыхлитель қосып, тағы да араластырып аламыз. Овсянкамызды біздің сұйықтығымыз дайын болған массамыздың количествосына қарай саламыз. Яғни қанша жұмыртқаға кетті, қанша ішінде қосылған нәрселерге қараймыз. Сұйық болса, қою болғанша овсянка саласыздар. Мінекей осындай болды. Овсяный хлопьямыз сұйықтықтың бәрін өзіне сіңіріп алады да, кішкене ісінеді тесталарыңыз. Мінекей осындай тесто дайын болды. Енді оны противенге салмастан алдым. Менде осындай арасына осындай темный шоколад салдым. Сіздер әртүрлі орехтар немесе сухофруктар қолдансаңыздар болады, әркімнің вкусына қарай. Мінекей осылай противенге салып алдым да, 180 градуста 20-25 минутқа қойдым. Тез піседі. Мінекей менде осындай болып шықты. Шоколадный овсяный печенье болды. Өте дәмді, тәтті болды. Шаймен ішкенге өте күшті. Сіздерге жасап көріңіздер деп кеңес беремін. Пайдалы еще рецепт. Ас болсын баршаңызға. Рахмет.